Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Менің есімім Алтынгүл Атабаева. Бүгінгі таңда сіздерді жинап отырған себебіміз самғау апшит жобасы бойынша түсіндіру. Яғни бұл жоба жалпы Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің және халықаралық балалар ұйымы ЮНИСЕФ-тің қолдауымен жастар қызметкерлері қауымдастығының ұйымдастыруымен өткелі отырған жоба, яғни осы жылғы өтіп жатырған жоба. Бұл жасөспірімдер мен жастардың әлеуметтік инновациялары мен кәсіпкерлік дағдыларын дамытуға арналған самғау апшит бағдарламасы. Бұл жоба осы 2020 жылдың соңынан 2021 жылдың желтоқсан айына дейін жалғасады. Апшит бағдарламасы дегеніміз ол халықаралық балалар ұйымы ЮНИСЕФ-тің және Қазақстан Республикасының еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрлігінің бағдарламасы. Сол апшит бағдарламасының самғау деген қазақстандық нұсқасы. Бұл бағдарламаның ерекшелігі оның ерекшелігі жалпы балаларға өмірлік маңыздар дағдыларды үйрету, онлайн тренингтерді, инновацияларды және практикалық семинарларды өткізетін сондай бағдарлама. Ол бағдарлама көп жағдайда осал топтағы балаларға бағытталған. Біз бұл бағдарлама арқылы не істейміз? Бұл бағдарламаның мақсаты қандай? Бұл бағдарлама жалпы балалардың өмірлік маңызы бар дағдыларын дамытады. Соның ішінде мақсат қоя білу, уақытты басқару, сыни ойлау, шығармашылық және креативтік ойды дамыту, коммуникатив, яғни адаммен қарым-қатынас жасай алу, көшбасшылық дағдыларын дамыту және ынтымақтастық, командада жұмыс жасай алу дағдыларын дамытады. Бұндағы мақсатымыз жасөспірімдер мен жастардың әлеуметтік инновациялары мен кәсіпкерлік және болашақ мүмкіндіктерді нығайту және жұмыс орнын құру үшін қажетті дағдыларды дамыту. Яғни біз өзіміздің осы Қазақстан бойынша 10 жас пен 19 жас аралығындағы балаларды осы бағдарлама бойынша оқытқымыз келеді. Сонымен қатар тек қана бұл жерде оқытып қана қоймай, олардың өз дағдыларын дамытуға арналған бағдарламаның этаптарымен таныстырғымыз келеді. Бұл жоба жалпы осал топтағы балаларға арналған көп жағдайда, бірақ та ол жерде қарапайым жай балалар да қатыса алады. Бұл қандай мүмкіндік береді? Осындай дағдыларды дамыту мүмкіндігі балалардың сенімділік пен төзімділіктің артуына, сондай-ақ жастар арасында ерік-жігер, өзіне деген сенімділіктің жоғарылауына, яғни ортада, қоғамда өзін еркін ұстай алу сияқты дағдыларын дамытады. Жастар кәсіпкерлікке арналған өмірлік дағдыларды және кәсіпкерлікке арналған даму самғау бағдарламасы жергілікті қауымдастық жастардың, яғни болашақта өздерінің біріге отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Бұл арқылы біз жастардың ойын өзгертіп, барынша кең ауқымда ойлай алу қабілетін дамытамыз. Жалпы бағдарламаның құрылымы қандай? Бағдарлама бірнеше этаптан бөлінеді. Яғни қазіргі таңда бірінші этапы ол бізде түсіндіру жұмыстары, осындай вебинарлар арқылы біз арнайы әлеуметтік педагогтарға, әлеуметтік қызметкерлерге, осы мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайтын топтарға, солардың қызметкерлеріне шығып отырмыз. Бағдарламаның жалпы сол бағдарлама туралы толық ақпарат беріп, балаларды 10 жас пен 19 жас аралығында балаларды 2 апталық тренингке шақыру, яғни онлайн курсқа шақыру. Ол жерде 2 апталық өмірлік дағдылар дамытуға арналған семинар өтеді. Онда 7 сессия бар, оның 6 сессиясы өмірлік маңызды дағдылар дамыту болса, 1 сессия ол жалпы проблемаларды анықтау және команда құруға бағытталған. Қазір ол туралы тағы да толығырақ айтып кететін боламын. Сонымен қатар екінші этап, сол өтінім берген балалардың барлығын біздер 2 апталық өмірлік маңызды дағдылардан өткізсек, одан кейін балалар өз қалауы бойынша келесі этапқа өтеді, ол буткамп деп айтылады. Ол буткампта ол жерде проблемалардан инновациялық шешім табуды үйретеміз.
яғни мәселелерді зерттей отырып олардан шешім шығаруды үйретеміз. Сонымен қатар ол жерде балалар сол семинардан өту барысында өздері бағыттары бойынша топтасатын болады. 3-5 баладан топтасатын болады. Сол топпен жұмыс жасау үшін біз келесі этап, яғни 3 айлық менторлық бағдарламалар ұсынатын боламыз. Яғни ол балалардың идеясын әрі қарай жетілдіріп, іс жүзінде, практика жүзінде жасап көруіне мүмкіндік беретін, олардың идеяларын дамытуға көмектесетін менторлар болады қастарында. Сонымен қатар, одан кейін де біз ол балаларды жолдан қалдырмаймыз, әрі қарай біз ол балаларды үнемі қолдап отырамыз. Яғни тренингтерге шақырамыз, әртүрлі бағдарламаларға шақыратын боламыз. Яғни үнемі балалардың әрі қарай өз ойларын, өз дағдыларын жетілдіруіне барынша ықпал жасайтын боламыз. Сонымен қатар, мана айтып кеткен жалпы 2 апталық оқу дедік. 2 апта болғанымен ол жерде жалпы 7 модуль болады. 3 модуль өтеді, содан кейін өзіндік жұмыс болады, содан кейін 4-ші, 6-ші модуль өтеді, одан кейін тағы да өзіндік жұмыстар болады. Сонымен қатар балалар, мына жерде көрініп тұрғандай, командалы, яғни 1-ші модуль командадағы ынтымақтастық, 2-ші модуль бойынша сыни ойлау, 3-ші модуль бойынша креативті ойлау, 4-ші модуль бойынша шешім қабылдау, және сонымен қатар мақсат қою, уақытты басқару, қажеттілікті анықтау, яғни командамен жұмыс жасау сияқты дағдыларын дамытатын болады. Бұл жерде 2 апта болғанымен, 1 аптада 3 күн, келесі аптада 3 күн, яғни бір сабақтың өзі 1 сағат жарымдық уақытты алатын кестемен өтеді. Сонымен қатар 2-ші этапы, мана буткамп деп айтқанымыз, осы 14 күндік оқуды оқып шыққан балалар өздерінің еркімен, ары қарай қызығушылығын танытып, мен жоба жасап, мен үйренемін, ары қарай дамытамын десе, біз ол жерде онлайн буткамп апшыт бағдарламасын ұсынамыз. Ол жерде 9 күндік оқу болады, 4 кезеңнен тұрады. Яғни 1-ші кезеңде бізде түсіндіру, 2-ші кезеңде жобалау, 3-ші кезеңде құрастыру және тестілеу, 4-ші кезең оны шынайы ету, яғни жүзеге асыру. Сонымен қатар, бұл буткампты оқып шыққан балаларға 3 ай көлемінде менторлық қолдаулар көрсетіледі. Ол менторлық әрбір топтың қасына 1 ментордан беріледі. Ол менторлар балалардың дағдыларын, манағы идеяларын жетілдіруге көмектесетін болады. Ол жерде, мына жерде бөліп қойғандай, 1-ші, 2-ші апта біздерде жоспарлау, және одан кейінгі апталарда зерттеулер өтеді, одан кейінгі апталарда дайындау идеяны, сосын сынақтан өткізу, пилоттық және есеп. Осының барлығында менторлар бағдарлама аясында әр командаға сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. Ол жерде және іс жүзінде іске асырам дейтін топтарға кішігірім гранттар беріледі. Гранттар сол жобаның іске асырып қарауға, эксперимент жасап қарауға, қандай да бір материалдар немесе құрал жабдықтар керек болатын болса, соған пайдалана алады. Сонымен қатар, қатысушыларды әрі қарай қолдауда, мана айтып кеткендей, оларды жасөспірімдерді алдағы уақытта өтетін өмірлік маңызы бар техникалық дайындайтын әртүрлі тренингтерге шақырып отырамыз, және сонымен қатар басқа да жобаларға қатысуға мүмкіндік береміз. Яғни үнемі бізбен байланыста болады. Бұл жоба жалпы кімге арналған? Бұл жобаның мақсатты тобы 10 жас пен 19 жас аралығындағы балалар, жасөспірімдер және жастар. Мақсатты топтың басым бөлігі осал топқа жататын жасөспірімдер, соның ішінде манағы әртүрлі созылмалы аурумен ауыратын балалар, мүмкіндігі шектеулі балалар, АқТқ аурумен ауыратын балалар және жетім балалар, яғни және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар, яғни осы біздің негізгі топқа жатады. Бірақ та ол жерде бізде инклюзия болады, жай балалар да қатыса алады. Яғни бұл жердегі мақсатымыз, себебі өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз осындай осал топтағы балалармен жұмыс жасап жүрсіздер. Ол балалар өмірге келгенде өзінің манағы кемшілігін болғандықтан өмірден өзін бөлек ұстайды,
өзін толыққанды сезіне алмайды, өзіне деген сенімсіздік болады. Бірақ та шындығына келгенде ол балалардың толыққанды өмір сүруге құқысы бар. Бұл бағдарлама арқылы ол балалардың мінезін ашып, бойындағы дағдыларын дамытып, өзін қоғамда еркін ұстап, өз орнын таба алуға мүмкіндік беру. Неге 10 жастан бастап? Себебі балалар кішкентай жасынан бастап бұл дағдыларды бойына сіңіретін болса, өсе келе ол өзіне деген сенімділігі одан асып, яғни тез өмірде өз орнын табуға мүмкіндік табады. Енді бұл жоба бізде алдыңғы біз осы ақпан айында бастаған болатынбыз. Ақпан айында бізге 700-ден астам өтінім түсті балалардан. Соның 400-ден астам бала бұл жобаны, яғни өмірлік маңызы бар дағдыларды оқып шықты. Қазіргі таңда топтасып жұмыс жасап отырған 7 топ бар. Бұл балалардың жалпы бұл балаларға шектеу жоқ, бүткіл Қазақстан бойынша қатыса алады. Мына жерде көріп отырғандай балалардың өзінің оқу барысындағы кері байланыстарын көріп отырсыздар. Өздерінің эмоциялары мен қуаныштарын бізге жеткізді. Олар бір-бірімен достасты, өзіне көптеген білім алды, соған өздерінің үлкен алғыстарын айтты. Біз сол балалардың кері байланыстарын көре отырып, әрі қарай бұл екінші кезеңді бастауды қазір қолға алып жатырмыз. Бұл өте пайдалы жоба. Бұған қатысу үшін не істеу керек? Бұған Қазақстанның түкпір-түкпірінен өтініш бере алады. Және бізде оқулар 2 тілде өтеді, қазақ және орыс тілінде. Сол себептен тілден ешқандай кедергі болмайды. Оған өтінім беру үшін мына жерде сайтты көріп отырсыздар, www.jashome.org сайтынан кіре аласыздар. Немесе осы сайттың сілтемесін Instagram парақшасында жастар қызметкерлері қауымдастығының профилінен таба аласыздар. Немесе қазір мен бұны чатқа жіберемін, және қазір қалай көру керектігін барлығын сіздерге көрсететін боламын. Қатысушыларға қойылатын талаптар, яғни қатысушы 10 жас пен 19 жас аралығындағы жасөспірімдер болу керек, яғни жастар болу керек. Және білім алам, еліме пайдамды тигізем, өз-өзімді дамытам деген оның қызығушылығы болу керек. Және интернетке қолжетімділік болу керек. Егер де интернетке оқимын, бірақ та интернетке қолжетімділігім жоқ деп жатырған болса, манағы өтінімді толтыру барысында жазып кететін жері бар. Яғни мен оқығым келеді, бірақ та менің интернетті төлейтін қаржым жоқ, немесе интернетке қолжетімділік жоқ десе, біз оларға сол интернеттің төлеп беруге мүмкіндік береміз. Келесі бағдарлама өтініш беру осы айдың 25-іне дейін жалғасады. Яғни екінші этапты біз 25-іне дейінгі тіркелген балалармен бастап кете береміз. Бірақ та тіркеу сонда да жалғасатын болады. Ол келесі 3-ші кезеңнің оқуына қатысады. Дегенмен осында 25-іне дейін үлгеріп балаларды тіркеп оқыту басталып кетсе, ұзағырақ манағы жобаға қатысуға мүмкіндік алады. Сіздерге астындағы менің номерімді жазып алыңыздар. 778-249-32-46 деген, ол менің номерім. Осы бағдарлама туралы, немесе осы сайтқа тіркелу өтінім беру туралы қандай да бір сұрақ болатын болса, мен барлық сұраққа жауап беруге дайынмын. WhatsApp-қа жазуларыңызға болады, телефон шалуларыңызға болады. Ал қазір жоба туралы қысқаша осы. Мен қазір сіздерге жобаның жалпы бұл жобаға қалай тіркелу керектігі туралы көрсетіп кететін боламын. Қазір мен жаңа демонстрация экран жасап алайын. Көрініп тұр ғой, сіздерге? Бұл жерде манағы айтып кеткен jashome.org сайтына кіресіздер. Кірген уақытта мына жерде көріп тұрсыз, самғау апшифт деген бөлімін басасыздар. Себебі бізде бұдан басқа да бағдарламалар бар. Осы бағдарламаны өшіріп табасыздар. Және тілді өздеріңіз таңдайсыздар. Қазақ тілінде ма, әлде орыс тілінде ма, ол өздеріңіздің қай тілде ыңғайлы, сол тілде толтыруларыңызға болады. Және бұның ішінен аутрич дейтін бөлімін тауып аласыздар. Яғни осы бөлімнің ішінде самғау жобасына қатысу өтінім беру деген жерге батырмасы бар. Осы самғау апшифт жобасына қатысуға өтінім дегенді басасыздар. Сол кезде ақпараттар шығады.
Астына қарай өткен уақытта бізде мына жерде ұяшықтар бар, тіркеуге болатын. Мына жерде есіміңізді жазыңыз деген жерге балалардың есімін. Егер бала өзі тіркеле алса, өзі тіркелгені жақсы. Ал егер де бала өзі тіркеле алмаса, оған әлеуметтік қызметкер немесе өзінің ата-анасы көмектессе жақсы болады да. Мен қазір бір баланы тіркеуін көрсетіп берейін. Мысалға, мына жерге мен қазір Салтанат деп тіркейін. Есімі мысалға Салтанат, тегі мысалға Мырзалық. Так, бұл жерде жасы 10 жаста мысалға, 10 жастағы бала. Жынысы әйел, қыз бала. Тұрақты мекен жайы дегенге қай облыста тұрасыз, сол облысты белгілеп кетсеңіз болады, және қай аудан немесе ауылыңызды жазып кетуге болады. Сонымен қатар электрондық өзіңіздің почтаңыз. Егер баланың почтасы болмаса, ата-ананың немесе әлеуметтік қызметкерлердің почтасын тіркеуге болады. Сонымен қатар WhatsApp-қа кіретін, ертең оқу басталған уақытта WhatsApp-қа біз тіркейміз ол баланы. Сол кезде сол жерге біздер оқудың барлық процесі сол WhatsApp-тағы ақпарат берумен өтетін болғандықтан, міндетті түрде дұрыстап манағы телефон нөмірін дұрыс жазып кетсе жақсы болады. Сонымен қатар бұл нөмірді қате жазылып кетуінен сақтану үшін біз ол нөмірде қайталауды сұраймыз. Және сонымен қатар білім алу үшін қай тілде ыңғайлы деген ұяшық бар. Егер қазақ тілі болса қазақ тілін, орыс тілі болса орыс тілін таңдайсыздар. Сонымен қатар оқу қай уақытта ыңғайлы, яғни біздің балаларымыздың көбі курстары бар, өзінің сабақтары бар, қазіргі таңда онлайн. Қай уақыт ыңғайлы? Таңертеңгі уақыт, түстегі уақыт немесе кешкі уақыт. 3 түрлі уақытты белгілеп қойдық. Бірақ та бұл сағат 9-дан обедке 1-ге дейін өтеді деген сөз емес. Сабақ, мана айтып кеткендей, 1 сағат жарымға арналған. Бағдарлама өзі 1 сағат жарымға арналған. Просто бұл жерде сағат 9-дан обедке дейінгі 1-ге дейін, түскі 1-ге дейінгі уақыт ыңғайлы ма, әлде түстен кейінгі уақыт ыңғайлы ма, әлде кешкі уақыт ыңғайлы ма деген бұл жерде кезеңдер. Қай уақыт ыңғайлы деп шешсеңіздер, қай уақыт балаға сабаққа өтуге ыңғайлы, сол уақытты белгілеп кетесіздер. Келесі. Так, созылмалы аурулар немесе басқа да ауру түрлері болатын болса, осы жерге белгілеп кетесіздер. Егер жоқ болса жоқ, я болса осы жерде белгілеп кетесіздер. Егер бұл ұяшықтың ішіндегі аурулар сәйкес келмесе, өзіңіздің жауабыңыз деп мына жерге өзіңіздің жауабыңызды белгілеп кетуге болады. Қазіргі таңда енді мен жоқ деп белгілеп кетемін. Мен мүгедек тобына жатамын деген болса, яғни бұл жерде де өзіндік таңдайтыны бар. Қайсы сізге сәйкес келеді балаға, соны белгілеп кетесіздер. Бұл ақпараттар естеріңізге сақтаңыздар, еш жерге таратылмайды. Бұл өзіміздің ол баланың қандай топқа жататынын біліп отыру үшін қажет бұл ақпараттардың барлығы. Егер де бұл жердегі ұяшықтағы ешбір сөз сізге сәйкес келмесе, нұсқасы сәйкес келмесе, өз жауабыңызды басып, астына толыққанды өз жауабыңызды белгілеп кетуге болады. Мысалға, мынандай қылыпты. Мына жерден асықпай оқып, қандай мысалға, мен жетіммін дейді, мен отбасында, мына көп балалы отбасында, тағы да қиын жағдайдағы отбасында, немесе осындай әртүрлі өзінің категориясы бойынша белгілеп кетуге болады. Қаншалықты толығырақ ақпарат берілсе, соншалықты бізге ол бала туралы білуге ыңғайлы болады. Және мына жерде мана айтып кеткендей, қандай да бір ерекше ұсыныс болса, немесе өзіңіз туралы ойыңыз болса, осы жерге жазып кетуге болады. Мысалға, маған интернетке, менде интернет жоқ, мысалға да. Қатысқым келеді да. Деген сияқты қандай да бір ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жазып кетулеріңізге болады. Әрі қарай
ата-анаңыз немесе қамқоршыңыз осы самғау жобасына қатысуыңыз туралы біледі ма деген ұяшық бар. Ол жерде ол менің жобаға қатысуым туралы біледі, немесе жоқ, мен ата-анам қамқоршым қатысуым туралы ескертпедім, жоқ, мен ескерттім, себебі ата-анам мен ескертпедім, себебі ата-анам қарсы, сосын немесе мен жауап беруге қиналамын. Яғни қайсысы сәйкес келеді, соны белгілеп кетсеңіздер. Келесі, егер олар сіздің қатысуыңызды білсе немесе қарсы болса, онда не себепті қарсы, және біз қалай көмектесе аламыз? Қандай да бір, егер де ата-анаңызбен сөйлесіңіз, ата-анасы қарсы, түсінбеуі мүмкін, сондай жағдай болып жатса, оны да жазып кетсеңіздер, ата-ананың телефонын нөмірін қалдырып кетсеңіздер, біз ата-анамен кері байланысқа шығуға дайынбыз. Сонымен қатар барлығын, яғни осы ұяшықтардың барлығын белгілеп шыққаннан кейін, ең астында, яғни дербес деректерді қорғау туралы және фото аудио түсірілген және фотолар мен аудиоларды коммерциялық емес мақсатта пайдалануға рұқсат беремін деген екі келісімге галочка салып, жіберу деген батырмасын басасыздар. Және жіберу батырмасын басқаннан кейін мынандай болып шығады: спасибо за вашу заявку. Яғни осы бетке қайтадан келсе, яғни сіз өтінімді бердіңіз деген сөз. Қандай да бір толтыру барысында қиындықтар кездессе, маған WhatsApp-қа жазуларыңызға болады, немесе телефон шалуларыңызға болады. Барлығы осы жерде айқын көрініп тұр. Так, енді біз қазір қайтадан қойын. Енді біз не үшін сіздерге хабарласып отырмыз? Сіздер не үшін бізге қажетсіздер? Себебі біріншіден қазіргі таңда осал топтағы балалармен жұмыс жасайтын бізде әлеуметтік қызметкерлер, олармен тіке байланыста жасайтын, оларға түсіндіре алатын сіздер, және сонымен қатар сол балалардың болашағы үшін қандай да бір үлес қосып жүрген жандар болғандықтан сіздермен біздер кездесуді жөн көрдік. Мен ойлаймын, алдағы уақытта да сіздермен жақсы тығыз байланыста жұмыс жасаймыз деп. Сіздерден бізге керек көмектеріңіз сол балаларға, сол балалардың ата-аналарына осы ақпаратты жеткізсеңіздер дейміз. Сіздерден қазір мен өтініп сұрайтыным, чатқа немесе менің WhatsApp нөміріме өздеріңіз туралы аты жөндеріңіз бен телефон нөмірлеріңізді жазып кетсеңіздер, мен бұл бағдарлама туралы брошюраларды, сілтемелерді сіздерге жіберетін боламын. Және қандай да бір мысалы ата-аналар түсіндіруін сұрап жатса, мен ол ата-аналарға арналған осындай кішігірім вебинарлар өткізіп түсіндіре аламын. Және осы жұмысқа маған сіздерден, біздің ұйымға сіздерден өте үлкен көмек қажет. Себебі ол біздің өзіміздің болашақ балаларымыз, яғни қазіргі бала ол біздің болашағымыз. Сол себептен ол баланың жеке тұлға болып дамуына, олардың ортада өзін жақсы сезінуіне, олардың болашақта қиындықсыз өмір сүруіне біз қазірден бастап көмектесуіміз керекпіз. Яғни осы дағдыларын дамыта отырып, қолымыздан келгенше оқыта отырып, бағыт бағдар көрсете отырып, осыған бірігіп жұмыс жасауға сіздерді шақырамын. Қандай да бір серіктестікке біздер ашықпыз, дайынбыз жұмыс жасауға.